ютуб түсіріп отыр қазір. Бұл қыз түсірмей қояды. Осы видеодан кейін, скорее всего, 5 айдан кейін видео шығады, скорее всего. Джонни деген білесің? Вау, не екен бұл? Қазір мақтайға ержан білесіз ғой, неше мақтау керек екенін. Егер мұғалім болса, бұл кісі ұстаз. Қанша теңге уақыттарда нереально энергетикамен өткен соншалық оқушылары алтын апай кетсе жылайды ғой. Бүгін как раз мен басым жумай келгем, бірінші тарихта, и соны бүгін алтын апай ютубқа түсіріп отыр. Алтынайдың ютубына жаздыңыздар, күшті контенттер салатын болады. Обязательно подписывайтесь. Поставьте лайк, поставьте комментарий. I'm from Phuket. Әлемде шақ нәрсеге вечный қарауға болады дейді. Біріншісі оттың жанғанына, екіншісі судың аққанына, үшіншісі алтын апайдың сабақ өткеніне. Не қарыз келдіңіздер? А видео монтаждайтын мен десе. Күліп тастайын деп па? Жүзіңнен күліп кетпесін. Опа, бәріне сәлем. Бүгін бізде жаңа влог. Мен қазір жұмыстамын. Және менің күннің қалай өтетіндігі туралы өзіме естелік ретінде түсіріп алайын деген едім. И заодно ютубқа салатын боламын. Вы можете это увидеть. Студенттермен 3 сағат сабақ өттік. Прям тез өтіп кетті. 3 сағат білім арнайы шоколад сатып алдым. Офистағы адамдарға беретін. Мен шашымды түзулеп алғам. Утюжокпен. Но все равно қайтадан бұйраланып жатыр ол. Тыңдамай. Мынау кабинетіме обзор. Осындай күшті панорамный окна бар. Қазір терезені ашып көрсетейін. Бүгін дауа күшті болып тұр. Күн шығып, прям тап-таза ауа. И мен әр студенттен кейін всегда терезені ашып кабинетімді тазалап аламын, потому что таза ауа болған маған өте, шашым тыңдамай жатыр. Өте маңызды. Вот. Еще мен штатив қойып, жаңа сабақтың барысында түсірейін дедім, бірақ бізде офистағы штативтар сынып қалыпты. Ютубқа бірдеңе түсіріп сынып қалған. Біз жаңа өлең айтқанбыз. Snowman туралы. Как тематикаға декабрь, как-никак немен бірге. Спикер, колонкамен. Вот. Офисқа кішкене ғана обзор. Бұл жақта диван, киімдер. Жаңағы кабинет. Өте күшті, маған ең жақсы кабинетім. Так, мына су алайық. Мына жақта мен ағайларым отыр. Сәлеметсіздер ме? Менде кішкене ғана сыйлық бар сіздерге. Зачем? Еще егеулеп па, біреулер емес па? Новый ма? Еще Джонни деген білесің? О, не екен ол? Вау, не екен ол? Көріңізші. Oh my god! It's great! My dear teacher. No worries. Бір-екі ауыз сөздер айтып жібересіз ба? Бір-екі ауыз сөз. Ағай! Не айтайық? Күшті нәрсе айтыңызшы. Мақтаңызшы. Қазір мақтайға ержан білесіз ғой, неше мақтау керек екенін. Мен де қазір мақтаңыз. Алтынай бізде өте мықты мұғалімдердің біреуі, ең долгосрочный перспективада жұмыс жасайды. Жұмысына адал және ешқашанда оның нелері, студенттері, оқушылары Алтынай апай жаман деп айтпаған. О, рахмет. Кеме ма? Рахмет. Бешіне компенсация Жарайды. Мен ба? Иә. Алтынай апаймен сабақ оқыған мен негізі. Оқушы шәкіртімін. Өшпейді ол. Әрі не? Ағасы жүріп болсаң ба. Алтынай апайға мен айлық беремін ғой. Сөйтіп бізде андай бір деңгейден 70-80% келесі деңгейге өтсе студенттерден бонус беріледі. Алтынай апайның студенттері ең көп жетідағы араларды үзбей және де тоқтатпай келесі деңгейге өтіп жатқан. Ол дегеніміз мұғалімнің мықтылығының көрсеткіші. Мұғалім емес, біздің Алтынай апай ол ұстаз. Егер мұғалім болса, бұл кісі ұстаз. Я не заставляла их. Қанша теңге өрт? Ақша қарсыз просто. Қасымағай. Мен етем. Алтынай сол өзіме ұқсайды деші. Жоқ, тема сабақтарда нереально энергетикамен өткен соншалық оқушылары Алтынай апай кетсе жылайды ғой. Жылады. Молодец. Бүгін как раз мен басым жумай келгем, бірінші тарихта, и соны бүгін Алтынай апай ютубқа түсіріп отыр. Мен май-май шашым көрсетейін? Да. Да. Май-май шашым.
осындай кезінде көріп алдыңдар ертең лаборацияға енді мынаны қарап таңғалып жатсаңыздар енді майонез шаш кезінде елестетіп көріңіздер. Алтынайдың ютубына жаздыңыздар, күшті контенттер салатын болады. Обязательно подписывайтесь. Поставьте лайк, оставьте комментарий. Колокольчик басып қойыңыздар. бар ма колокольчик? Бар. Жақсы. Мен бұл кісілерді қинаған жоқпын, өздері айтты да. Счетты неге жібереміз? Каспиға жібереміз, қанша шыққандығын. Бұл біздің ресепшн. Вот. Қазір мен студенттерім келеді, солар күтіп отырмын. Мына жақта бізде принтер, компьютер, барлығы, как обычно, как у всех. Сабақ өтіп болдым, енді бәрін өшіру керек. Мен всегда артымнан бәрін тазалап кетемін. Вот жаңа тағы да бір интермедиат деңгейінде студентімен аяқтадық сабақты. Терезені ашып қойдым. Күшті таза ауа кірсін деп. Вот уже кеш батып жатыр. Прям. Еще біздің жақта жаңа өлең айтқанбыз. Камера міне болған. Бізде мына жақта Гарвард кабинеті. Бір-екі ауыз сөз айтып жіберіңізші. I'm the most popular man in the world. I'm from Phuket. So my native language is the Thai language, and the second language is English. So only English or no Thai? Yeah. Okay. Туда-сюда. Туда-сюда ма? Вот осы біздің офис. Алтынайға айтып отырмын, қазір YouTube түсіріп отыр қазір. Бұл қыз түсірмей қояды. Осы видеодан кейін, скорее всего, 5 айдан кейін видео шығады, скорее всего. Мен айтып отырмын, давай аптасына бір рет видео шығарып отырайық. Я могу помочь деп отырмын, бірақ қабылдамай жатыр ғой. Ой, пожалуйста. Құдай анау 3 рет кеме жібереді ғой. Үшеуінде қабылдамай қояды ғой. Сол сияқты мен екінші рет кеме болып келіп отырмын. Құдай береді деп күтіп отыр ғой. Мойындамайды. Мен сен екінші рет кеме болып келіп тұрмын саған. Қабылда, батып кетесің, өліп қаласың деп отырмын. Егер де сіздерде видеоның әр апта сайын еще тек қана бұндай видео емес, ағылшын тіліне байланысты Алтынай апай жынды түсінеді да. Апта сайын шыққан қаласаңыздар, Алтынай апай Қасымның ұсынысын тезірек қабылда деп жазып жіберіңіздер. Едейсіз. Әлемде шақ нәрсеге бешіне қарауға болады дейді. Біріншісі оттың жанғанына, екіншісі судың аққанына, үшіншісі Алтынай апайдың сабақ өткеніне. Не дейсің ағынан? Болды, мынадан кейін не айтасың? Потолок па? Мынадан кейін не айтасың? Не знаю. Егер Қасым ағайды қолдасаңыздар, мына жаққа жазып кетіңіздер. Не жазып кетіңіздер? Видео монтаждайтын мен десең. Кім тастайын? Төменгі комментарийға жазып кетіңіздер. Мен де Қасым ағайдың қолдаушысымын. Ол бәрекелді. Обязательно емес шығар, енді Алтынай апай сөйтіп бастау үшін петиция жинаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер қажет болса, vote.com сайтында сіздер петиция жинауға қолыңызды қойып кете аласыздар. Ол үшін подробный батырмасыңыз жоғарыға көтеріңіз. Қазір мен сіздерге мына офиста не жасаймын, обзор жасап көрсетіп боламын, қандай кабинеттер бар екенімізге. Надеюсь, вам очень интересно, да, наши кабинетты? Мына жақта бізде кабинеттер. Қандай? Мына жақта орындықтар. Мықты болсын. Денсаулығың мықты болсын, ауырма, өстіп күліп ойнап жүре бер. Әрдайым жүзіңнен күліп кетпесін. Иә. Бұл қаншасы? 10, 7, 2 аптадан 31 болады ғой. Бірі. 01. Міне мына кісі өледі. 2 ма? 2001, 01. 01. Оп, бәрекелді. 01. Я! Мен даже туған күні бейіп қой, вы не знали, что ли? Мына жақта осындай. Бұл Кембридж. Келесі бізде MIT-ні атты сабақ отыр, кімер қойық. Мына жақта бізде көп кітаптар бар. Күшті кітаптар. И мына жақта біздің штативтар, свет.
мына жақта бізде шторка піледі, ар жақта уже адамдар жұмыс істеп жатыр, так что не будем мешать. Негізі бүгін мен лезде тағайындегім, не получилось, қанша рет таққаннан кейін, и поэтому қазір мен енді қазір үйге қайтып бара жатырмын. Так что далаға жарықта шыққан. Үйде менің шашым осындай болып кетеді енді. Мынаның бәрін таққаннан кейін. Достар, влогты ары қарай жалғастырамыз. Мен бүгін стоматологияға келдім. Қараңыздар, мынандай үйлер бар жақта орналасқан бері стоматология. Прям исторический жерде. Шашымды бұйралап әдеміленіп шыққаннан не пайда? Если шашым бәрі бұйрасы түсіп қалса, мынау не деген сұмдық. Мен қанша уақытымды құртып шашымды бұйралаймын, ол түсіп қалады. Ашамыз. Еще осындай. Мына жақта телевизор, мына жақта айна. Луковзада осындай. Максимально уютный кино, жилой кино еще. Потом все выйти бүгін бізде келесі күн. Мен білмеймін, анау алдындағы влогым что-то кішкене қысқа оқыған сияқты. Если что, егер қаласам, мен сол классно қосып жүретін боламын. Қазір мен жұмысқа келдім, сабағымды өткізіп болдым құрпыма. И мына жақта мен қазір өзімнің шаруаларымды бітіру керекпін. Сол үшін мына жаққа мен таймлапс қойып қоямын. Магазинге бара жатырмын. Жаңа барлығын офисті көріп салып шықтық заттарды.